Вот. Kım var idi? Ama var mı? Tamamsın, afaysın. Bugün kızıma Afşin'e gidip sana kez oğlum. Ketip kaldı? Çok sevgi. Valla mıydı? Vasu Afşin'e nasıl bir suyun toplayıp Çok orada mı? Ben bak. Ha. Orada koymak şey. Ha, oturalım. Hayır, kaldı. Yaxşı. Gece Yani bu trillion var edi. Afşin'e şahırlan. Afşin var mı? Kalada mı? Kavalana kiyim kızları bunları şahırlan edi. Ha, köyün çaktan da. Ablasırası mı senin? Armasından koydu. Қорымызда жалпы арлап тұрмыз не отбасыларда аналарда тіркелген кісілерді арлап демалыс күндері жағдайларын сұрап не мәселе болып жатыр, болашақта қандай жоспарлары бар, не істеу керек, қандай көмек керек деген сияқты соларды аралап сөйлесіп тұрамыз енді. İyi bulsa bu bizde. İyi bulsa bu bizde. Sadece armanda vurdum. Үйден бұрын жалпы жұмыс былай Siz var. жұмыс істейтін не бар ма? Ben çok istedim ya. Çoğulken kızım da tasarım oturma. Hapşire olsa olmasa жүрмейсің айды. Ол жалпы өзіңізбен алып барсаңыз солай кетіп қала ма или отырмай отыр деген жерде тұрсыз? Жұмысқа апармайды ол. Ama kışta yok. Білесің ау біреудің керек жұмыс істеп. Екен қызымен қабылдамай. Бірақ жалпы жұмыс істей бере ма? Ана істе мынаны істе дегенде жұмсағына бара ма? Иә. Анана кел, мана кел. істей береді ол да. Ayırmasın. Енді біз жүре алып, не алып, бірақ ақылы сәл қып кеткен болса ма? Қанша жас баланың ақылы? Туған кез сондай болған. Қазір дәрігерлер көрсетеді, не болма деймін жалпы. Сониде пропискамыз қаладамыз ғой. Псих больницадамыз ғой. Қызыңыз тәрбиелеген ғой, иә? Жоқ, бір тексергенге диагноз қойған кезде ақыл есім мынанша жаста деген сияқтылар айтылды ма жалпы? Айтылғанды айтты ғой. Қанша жаста жатқаны, қанша жаста, мысалы жасы 25-ке келді, 95-ші жыл бар. Бірақ енді тірліктері былай ақыл есі бар енді. Қанша жаста деген сияқтылар айтылмай жатқан ғой. Сондай айтқан. Туманды сөйтіп бастаған еді, кішкентай кезде сондай еді да. Білгендеріңіз, тұңғыштарыңыз бар, оның алдында болмаған. Жалпы туылған кезде бірінші қалай білдіңіздер ол, қалай қабылдадыңыздар қызды осындай денсаулығы не деп айтты ма, дәрігерлер қалай болып жатқан, сол жағын кішкене айтып берсеңіз. Туған кезде мен де байқамадым, бірақ уже бір жастан уже көздері басқаша болып жатыр. Аяғыңыз ауыр кезде ештеңе айтылмады, Аяғым білмедіңіз? ештеңе нормально болып жатқан. Сол бір жаста уже көздері былай болып жатқан. Сол кезде білдік қой біз. Сондай болды. Бұяққа келгендеріңіз қанша болды емірамасы? Өшіп келгендеріңіз? Бір жыл болды. Кейде осы квартира тұрасыздар ма? Иә. Осылай жалда. Қанша бересіз айына? 15 мың береді. 15 мың ба? Свет, су бөлек төлейсіздер? Свет, су бөлек төлейді ма? Жетпейді олар үйді. Ақтен десем оғанда жетпейді. Өзіңіз қалай елестетесіз деп жатқан болашақта? Әрдайым осы квартирада елестетесіз бе? Бір басқа жерден көшіп жер таңдаса ма? Үй сатып аласыз ба? Басқа жер таңға квартираға көшесіз ба? Өзіңіз болашағын қалай елестетесіз деп жатқан сұрақ. Жер таңдаса жақсы да. Огород егіп. Огород еге бересіз өзіңіз? Еге беремін. Дачада еккенбіз огородты. Не егесіздер, Наташа, не екенбіз? Егеміз помидор, огурцы, бәрі егеміз, банки жауамыз, салат. Жақсы шығатын да? Өзім огород егіп олыстыр, біз жақта. Дачада әйтеуір көп үйлер қайнар уақытта тұрыңыздар ма, сіздер дачаның өзіне тұрыңыздар ма? Кішкентай ғой. Қайнар ол дача ғой. Қайнарда тұрыңыздар, қайнар енді үлкен. Дачаның өзі кішкентай ғой, орыстардың дачасы. Сол қайнар болынша, мынау не деу, Шорсу деу. Қайнарлық ауылы.
өзінің денсаулығын қалай жалпы қара жұмысқа жарай бере ме денсаулық? денсаулық жарамды. Ауруларың жоқ па? Диагноздарың Тайтыбай істеп жатырмыз. Солай. Айтып ораза айтмай керек соған барлығын шақырып отырмыз қалай қаласа. Соған ешқайда кетіп қалмай үйде болыңыздар. Иә, Альмира? Ертең дастархан жайып отырмыз айт құрметіне. Соған маманы, ағаны, әпшені ертіп кел. Үйде болыңдар ертең. Ойнап кетіп қалмаңдар. Әлбеттен келеміз біз сендерге. Алып кетуге жарай ма? Күшті керемет дастархан жайылып жатыр. Мейрам болады, мереке болады. Айт мерекесін тойлаймыз. Жақсы. Сол, әпше. Айлық бес уақытымыз алсақ. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қасиетті ораза айт мерекесі баршамызға құтты болсын. Құрметті ағайын, естеріңізде болса, осыдан бір жыл бұрын 20 жылдықтар, яғни 1984 жылы туған азаматтар біздің тіркеуінде тұрған жалғыз басты 4 балалы Шолпан атты анамызға үй әперіп үлкен қуаныш сыйлаған болатын. Енді биыл міне тағы да алдарыңызға қуанышты сәтпен, қуанышты сүйінші хабарымен шығып тұрмыз. 1985 жылғы туылған азаматтар біздің қорымызда тіркеуде тұрған тағы бір анаға үй әперіп қуаныш сыйлағалы жатыр. Жақсылар бастаған игі бастама өз жалғасын тауып жатыр ағайын. Құрметті ағайын, мына қабырғаның ар жағында сондай тағдырлар күн кешіп жатыр. Тұрмыс құрғанына 25 жыл болған, 25 жылдан бері өз үйлері болып көрмеген, 25 жылдан бері пәтерден пәтерге көшіп жүрген, оған қоса үлкен қыздары туылғалы мүгедек, денсаулығында ақауы бар. Және де асыраушынан, арқа сүйер азаматынан айырылғанына 5 жыл болған жалғыз басты 3 балалы Күлімхан анамыз күн кешіп жатыр. Тағдырдың осындай тауқыметіне сынбай, қиыншылықтарға мойымай, 3 баласын қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп келе жатқан анамызға құрметті ағайын, дәл қазір баспана сыйлайтын боламыз. Ендеше сол қуанышты сәтке бірге баршамыз куә болайық ағайын. Құрметті достар, қазір біз анамызды қыздармен бірге мына жерден алып, өздерінің жаңа үйіне алып баратын боламыз. Бір қызығы, анамыз, қыздары да жаңа үйіне бара жатқанда білмейді, тосын сыйлайды. Апай. Альмира, қалайсың? Үйде ме, мама? Әпке, қалайсыз? Балам кірек? Дайынсыздар ма сіздер? Әлі жоқ. Жарайды онда. Не ойнақшы жоқ, дастарханымыз неміз тұр. Ayağına ki. Önce ayağına ki. Ben ayak ki.
Hadi kaydı. Aynı aşağı bakın. Gülceyna қалай жағдай? Арслан қайда? Қалаға кетті. Қала кетті ма? Иә. Қай бармыз? Мама айтты ма? Қай барын айтпады ма? Айтты ма? Айтпады ма? Қазір машинаға мінеміз. Күшті машинаға мінеміз. Сөйтіп барамыз. Той болады. Әпше болыңыз ба? Кет. Қуанып тұрмын. Айнадың красавица. İşe gerek. Bana bayılırdın canına var hep çömüzdür. Hey Jasa. Sen bir tane ortağa gelsinler. Hey Jasa. Al iyi жақсылар келіңіздер, дастарханға жайғасыңыздар. Мына үйіміздің жаңа шаңырақтың жаңа иелері келді. Ай бәрекет, келіңіздер, дастарханға жайғаса беріңіздер. Өте беріңіздер. Ал игі жақсылар міне көптен күткен аңсап армандап сағынып сарғайып шөлдеп шөліргеп жеткен ұлыстың ұлы күні ораза айт мерекеміздің тура қарсаңында бүгін қазақтың даласында Түркістан облысы Ордабасы ауданы Темірлан кентінің 85-лері 4 мектептің 6 класы жиналып былтырғы 84-лердің жасаған ісін жалғастырып эстафетаны алып ер азаматтар сөздеріне тұрып міне биыл тағы бір отбасыға үй сыйлап жатыр. Мінекей 20 жылдық бір басқара қошемет. Мінекей қошемет беріңіз. Ал қош келдіңіз. Мұны жаңа шаңырағыңыз Құдай қаласа қалай, көңілге қалай, жақсы ма? Жақсы. Не айтасыңдар жігіттерге? Не айтам жігіттерге? Рахмет деймін сіздерге. Ойлаған жоқпын, өзіңіздей болсын деп. Көп рахмет. Болашағы қуанатын болды. Алла рас болсын. Бәріңізде. Болашағын аман болсын. Рахмет сіздер. Ай, бәрекет. Міне, осы көз жас үшін жүгірдік 1 жыл бойы. Қабыл болсын, жылап шықтан шындырып. Қазір мен жылап жүрген қазір. Ешкім жесіп жүрген жоқ. Ал, мына қыздар ше, қыздар. Үй ұнады ма? 5 бөлмесі бар екен әдеге. Мақдыл! Ей, жаным. Қошемет. Міне 4 адамның дұғасы қабыл дейді. Соның бірі жапа шеккен, мынау ақысы желінген, немесе қиналған, сондай отбасының батасын алған, сол бата дейді, 4-інің біреуі сол екен. Ең алғашқысы әрине ананың тілегі ол. Міне бүгінгі дұғалары, тілектері қабыл болсын, қуаныштарыңызға біз ортақпыз. Міне бүкіл жан жақтан
осы Темірлан кентінің жігіттері жиналып, бәрі жан-жақтар жүр бұлардың бәрі. Біреу кәсіпкер, біреуі ұстаз, біреуі спортсмен, біреуі жаңағы елдің діннің қызметінде жүрген бүкіл азаматтар бүгін жиналып, қуанышыңызға ортақтасып келді. Енді міне алдарыңызда тұрған талай қуаныш өткен, осы жерден қыз ұзатылған, келін түсірілген, сондай киелі қасиет шаңыраққа келдіңіздер. Сіздерге жұғысты болсын. Енді телефон соғып бір сүйінші сұрайтын жақыныңыз бар ма? Кім бар бөлісетін? Әпкеңіз бар ма? Анаңыз, әпкеңіз, бауырыңыз кім бар? Звондаңыз. Единса мына телефон нөмір айтыңыз. Кәм телефон беріңдер. Міне. Байлардың телефоны. Айтыңыз нөмірді. Телефонын ақпаңыз. Беріп тұрғанда ба? Қанша? 8777. 600 жоқ 776 деген ғой. Қазір міне 8776 353 2163. Қолым дірілдеп мені. Ал, громкіге қойып қойдым. Сөйлесе беріңіз қазір. Телефон алсам. Қадырхан әпке ма? Сіздің есіміңіз? Есіміңіз кім сіздің? Гүлімхан. Қадырхан әпке, қалайсыз? Ана Гүлімханның бір жағдай болып қалды, соны звондап атым сізге. Сөйлесесіз ба? Берік, сөйлесін. Вообще қалайсыз? Бірден айтсам ұрыспай ма деңіз? Bir gol aytsam ұрыспайсыз ба? Үй берді ғой. Қаяқтан? ПМК-дан. Ауылдың 85-лері ПМК-дан үй берді. Қадырхан әпше? Рахмет, құтты болсын. 5 бөлмелі үйге келді Гүлімхан. Рахмет, құтты болсын. Құдай қаласа тойға келесіз. Рахмет. Қазір сурет түсіріп жібереміз сізге. Не, WhatsApp-ма жіберіңдер. WhatsApp-ыңызға жіберемін. Сосын группаға таратыңыз группаларға. Бәрекелді. Рахмет сізге де. Мына 85-лерге рахмет айтып қойыңыз. Рахмет жесін. Мен рахмет айтып қойғайды. Бәрекелді. Естіп жатыр, бәрі естіп жатыр. Жақсы апа, құдай қаласа тойға келесің ол. Құтты болсын, компьютер пішініңіз не дайындаймыз шашатын. Болды, бәрекелді, рахмет, Алла разы болсын. Анау қорыққан мен қонған бір дейді. Дастарханымыз бар еді. 86-лар ма? Ендігі жылғылардан міне. Мінекей. Дастарханы. Бәрекелді. 86-лардың атына дастархан. Темірді қызып тұрғанда соқ дейді атам қазақ. Қайда жаңа 86-лардың да? 84-лердің сыйлығы қайда? Былтыр 84-лер үй берген. Биыл енді үй алғанға сыйлығы әкепті. Әкел. Қандай сыйлық ол? Темірді қызып тұрғанда соқ дейді. Қалатилік беріп. Міне, Газ плитамыз бар. Тоңастыш. Қалатилік көріңіз ба? Бәрекелді. Стиральныйда бар. Қалеке. Газ плита. Газ плита келе жатыр міне. Газ плита келе жатыр. Оны бер жаққа қойыңыздар, бер жаққа. Бер жаққа келеді. Не дейді, міне. Яғни Гүлхан ба, е? Гүлхан әпке, бәлкім қарындасым шығарсыз. Осыны күттіңіз ба? Күттім. Кімнен күттіңіз? Адамнан ба, Алладан ба? Алладан. Дұға тіледіңіз ба? Күніге тілеттім. Міне дұғаңыздың қабыл болған көрдіңіз ба? Иә. Алланың бар екені хақ ба екен? Міне, Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Алла ұлық! Екі жақсылар, міне. Екі жақсылар мынау қиналып, үйсіз-күйсіз жүрген біздің қарындасымыздың, біріміздің әпкеңіздің, мына және оның бала-шағаларының көз жасын Алла тағала көрді. Дұғасы естілді. Міне, сол кісілердің дұғасын енді сіздер алып жатсыздар. Алғысын алдыңыздар. Өсесіздер, өнесіздер енді Құдай қаласа. Ал, енді екі жақсылар дастархан жайғастырайық. Үйді көрсетейік, бірінші үйді көрсетейік. Кеттік. Үйге кіріңіздер. Ал, бісміллә. Оң аяқтан аттап басып кіріңіздер. Бар ма? Ал, ішке кіріңіздер. Шашыңыздар ішке кіріп. Ал, құтты болсын Гүлхан әпке.
күндерің көрмелерің. Мынау сіздің свадьбаңыз болады, Алла қаласа. Алла болады. Мынау мебелімен Алла қаласа сіздерге. Қазір жүріңіз енді мынаяқтағы залды көрсетейік. Мына жерде стейк болады Алла қаласа. 85-тен Алла қаласа ағаларымыз стейксін қойып береді сіздерге. Тосын енді. Ал енді сыртқа шығайық, жүріңіздер енді. Дастарханға жайғасыңыздар. 85-тен бұл 85-лердің бәрі түгел жазылды. Олардың келіншектеріне жазылды. Олардың дүниеден әрі көзі тірі ата-аналарының атына жазылды. Бұл Алланың мейірімі шексіз ағайын. Және бұл былтыр бастаған 84-терге де жазылды ағайын. Бұл Алланың шексіз мейірімі. Бұл ендігі жылы істеймін деп ниет қылып отқан 86-ларға да жазылып отыр уже. Бұл осы жерге келген маған да жазылып отыр. Не за что әшейін кез жазылып кетті. Әшейін кеп сауыр жерінде жинап кеттім. Ал келіңіздер ортаға. Ал жаңа атағанымыз бар деген жігіттер қайда? 86-лар ма? Ана микрофонда кел. Бір-біріне кіріп алып ұйықтап жатыр. 86-лар ма? Не бар? Мына тілек айтайық, дұға айтайық. Мына бүгін Темірлан кентіне тура осы жерге қазір Алланың нұры жауып отыр. Бірақ оның өкінішке орай біз көрмейміз. Қуанышқа орай ақыретте бұның пайдасын көреміз. Бұның сауабын көреміз, игі жақсылар. Ешкімнің ақысы кетіп қалмайды. Қайта қалтаңнан ақша шықты ма, Алла тағала ең кемі 10 еселеп қояды екен. Бірақ біз кей кезде қорқамыз да қалтамыздан шығаруға. Өзімдікі таусып қалмай ма, азайып қалмай ма деп қорқамыз да, сөйтіп Аллаға күпір келтіріп қоямыз. Аллаға серік қосып қоямыз. Міне 85-тер, 84-тер, былтырғы 86-лар қанша жұмсадыңдар, Алла ең кемі 10 есе өздеріңе қайтарады құдай қаласа. Алла сол күнге жеткізсін. Келді ма қаңғыр? Кел жатыр ма? Ал, онда не істейміз? Дастархан жайғасайық. Келген конвертті, келіп қолына тапсырамыз. Бұл жерде ешқандай жаңағы жейтіндер жоқ, қорықпаңыз. Жолда ұстап қалатын, шляп сұрайтындар, процент алатындар жоқ. Ол жігіттердің бәрі жүрегінде иманы бар. Білектің күшімен жүректің күшін қатар ұстап жүрген қазақтың атпалдай азаматтары келіп отыр бүгін. Жасасын Темірланым, жасасын қазағым. Келді ма? Көзі печаттап, әнеке, қағаз іздеген ғой сыртындағы, бәрекелді, тапсыр етіңіз. Ұйықты болсын деп қойсаңшы. Ал, құдай қаласа мына үлкендер бастама, игі бастама бастап, жақсылық болып отқанда шын жүректен қуаныштымыз. Біз де қосыламыз, құдай қаласа жол бізге атсалысамыз. Алла разылығы үшін құтты болсын. Шаңырақта әрқашан той болсын сіздерде. Жақсылықтар. Аллаху акбар. Бәрекелді. Ай, бәрекелді, құтты болсын. Жаңа кім берді? Алдында кім берді? Амангелді мектебі, 86-лар. 86-лар ма? 86-лар. Екі мектеп, бұл да бір мектебі, бәрекелді, Алла разы болсын. Темірлан мектебі, бәрекелді, Алла разы болсын, жігіттер. Алла разы болсын. Бұл ізетке найза бойламас дейді. Ізет дегеніміз бұл сауапты істер ағайын. Міне игілік, қайырымдық қоры, мұрындық болып, былтыр алдыңғы жылдан бастап, бұл қайырымдық қор 20 жылдықтарға ғана қарап тұрған жоқ. Жыл 12 ай үй табыстаумен шамасы келгенше осындай қолы ашық жомарт жандарды шақырып, игі істерге, игілікке шақырып, сол игі істердің басқасында жүрген қайрекеңе және нөкерлеріне осындағы сенімді бауырлана жігіттерге рахмет, қыздарға рахмет. Азық түлік әкеп беріп жатыр. Өткен жылға берген үйге жыл 12 ай осы жерде азық түлік тараттық. Өз көзімен кеп көріп, сол былтыр берген үйге азық түлік таратты. Құдай қаласа, енді мынау сізге ештеңе уәде бермей қойын, бірақ осы игілік қайырымдық қорының жаңағы қарауында, назарында боласыздар. Әуелі Алла ғой, жеткізуші, себепші болатын біздің жаңағы осындағы қол ашық ер азаматтар. Ал, жігіттер, бауырлар, дастарханға жайғасайық, төрлетіңіздер. Анау бүгін айт мерекесі, айттайық, анау апалардың батасын алайық, дұғасын алайық апалардың. 4 адамның дұғасы қабыл деген соң, біріншісі ананың дұғасы, екіншісі осындай ақысы желінген адамдардың, жағдайы қиын болып қиналып жүрген адамның дұғасы, үшіншісі науқас адамның дұғасы, төртінші жолда қалып кеткен жолаушының дұғасы дейді. Міне сол екі дұғаны бүгін қатар алайын деп отырмыз. Ал, төрлетіңіздер, апамдар жақа. Ана осы ауылдың құдай қаласа апамдармен көрші боласыз. Гүлхан апа. Осы апалармен жақсы тұрыңыздар. Ал, мына кіргізіңдер ішке. Жігіттер.
Ай, бәрекелді, машалла. Мына қазақ енді қазақ болды ағайын. Бұл негізі ата бабамыздың бұрыннан келатқан іс еді. Жолда үзіліп қалды. Мына кеңес өкіметі істер, дінсіздер келіп, сол ата жолымыздан адастырды бізді. Мына ата жолын қайтақтап деген жақсылар. Игіліктің арқасында игі жақсылар ата жолын тауып жатырмыз. Алла разы болсын. Төрлетіңіздер. Ал, тартыңдар дастарханға. Астартыңдар, бастартыңдар, батасын алыңдар үлкендердің. Жоғары шығыңыздар, үлкендер жоғары шығайық. Ал, бісміллә деп сөз бастайын парқымменен, сәлем десу маған парыз жалбыңменен. Әуелден амандасып алайықша, пайғамбарым қалдырған салтымменен. Армысыздар, төрде тұрған ағаларым, қайырған ақ жібектен жағаларым. Сіздерден рұқсат алып сөз бастасам, тілімді жаңылдырмас бабаларым. Армысыздар, ақ жаулықты аналарым, биік болсын әрқашанда бағаларың. Пейіш кеті табанының астында қой, құрметтесін бала түгіл даналарым. Армысыздар, Темірланның игі жақсылары, бүгінгі тойға келген барша қауым, өзіңменен биік қой асқар тауым, көппен бітер тойың да жиының да, батырлар да көппен бірге қуған жауым. Деп игі жақсылар көпшілікпен Алладан шын тілеп жасап жатқан дұғаларыңыз, игі істеріңіз қабыл болсын. Ағайын, тойды бастайық. Бұл көкелер, ақсақалды қариялар, ақжауыптанлар рұқсат па тойды бастауға? Ал, мөлдір қыз қайдасың? Бір осы Темірланның өнеріне еңбек сіңген қазіргі таңда Шымкент қалалық Әзіл-Сақ сатира театрының актрисасы, әншісі, Күлкібазар театрының актрисасы, әншісі Мөлдір Мұратбекова қыздарыңызды қарсы алыңыздар. Тойға шашу әнімен кеттік қанекей. Ай жаса. Темірлан Республикасының халық әртісі деп қойын да. қоныс тойыңыз болып жатыр. Киелі керемет күнде сол енді осы үйіңіз қара шаңыраққа айналсын,
Жаңағы алып келген әдемі екі қызғалдағымызды осы үйден шығарып салыңыз, ұзатып. Сол тойдың баршамыз куәсі болайық. Не деген ана көз жас? Мына сол бір тамшы көз жасқа мына жігіттер қанша қызмет жасады. Сол тамшы көз жас осы бүкіл осы Темірлан кентіне, Ордабасы ауданына нұр ап берді. Алланың нұрын ап берді. Қазір нұр жауып тұр мына жерде. Бүкіл Алланың періштелері қаумалап қоршап тұр бұл жерде. Сондай ғой, Айдос аға. Өйткені шариғатта сондай өзі. Алланың разылығы болған жерде кел жатыр ма? Ай, күй қойыңдар. Музыка қойыңдар. Қадырхан әкпен бер жатыр. Музыка қойда. Шаш шашылды. Таққаныңызды шашу башы. Бәрекет, тойға шашыңыз. Ал шаш шашы. Ал айт құтты болсын. Ал айт құтты болсын. Айттан айтқа жете бірейік. Ай, жаса. Ай, кешке шай ішетін қалдырыңыз шаман. Кешке өзіміз атып шай ішеміз. Ой, жаным, бұны. Алла, мынау сіңіліңіз ба? Бауырыңыз ба? Қош келдіңіз әпше. Туған бауырыңыз ба? Бір әке, бір анадан. Міне, бүкіл жұмысыңызды тастап бүгін, қуанышқа ортақтасып, естіп, үйде жата алмай. Шыдай алмай келдіңіз, бір тілегіңізді айтыңыз сіңіліңізге. Сосын мынау 85-тер беріп атқан биыл, 20 жылдық жиналып атқан. Осы ауылдың, кенттің 6 жаңағы класы 4 мектеп жиналған. Міне соларға да бір рахметіңізді айтып қойыңыз. Алла, мына сіздерге бүгінгі айт мерекесімен құттықтаймын сіздерді. Екінші мынау 85-ші жылғы балдарға рахмет, естіп жатырмын, естіп қуандым. Бір әкем соғып бақып берген, дайындап берген не бұл? Бұғанды жеткендімді Құдайға шүкір. Балдарға рахмет, Алла разы болсын барлықтарыңызға. Осындай қуанышқа жеткізіп жатқан. Ал сіңлім Гүлі, осы таңның рахатын көр. Бала-шағаңмен бірге осы жерде гүлдей жайнап, бала-шағаңды өсіріп, өндіре бер. Мына кісілерге де рахметті жаудырып жатырмын. Біз әке-шешемізді істеп кете алмаған мені, Құдайға шүкір мына балдар істеп беріп жатқанына ырзамын. Аллаху акбар. Жақсылық болсын. Әрдайым үйінде той болсын, шаттық болсын, барлықтарының семьяларыңызда жақсылық той бола берсін. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болып, кең болып, дастархан басына күліп ойнап жүре беріңіздер. Амин, амин. Айтқаныңыз келсін. Қадырхан әкпе, айтқаныңыз келсін. Ол сол ата-анаңыздың батасы дұғасы шығар баяғы жасап кеткен. Алла осыларды жарылқа, міне Алла тағала жарылқайын деді ма, жарылқап тастады. Жаңа тоңастқыш новый, біз үйде жоғандай. Анау плита ма? Газ плита ол кетті ішке қарай, новый. Міне бүкіл жігіттер құрметі көрсетіп жатыр, Алла разы болсын. Міне сол бағана бірінші кіммен бөлісесің деген Қадырхан әпшем деді ғой. Қадырхан әпкемді звондайын десек, иінсен бітіп қапты. Сосын жақта бір жігіт көмектесіп, бағана басқа телефоннан звондады, көрдіңіз ба? Өзіңізде таңғалған шығарсыз, кім маған звондап жатқан деп. Міне соны айып етпейсіз. Қош келдіңіз. Көз жасыңыз, бұдан кейін тек қуанышта шықсын. Ал, астайын ба? Ал, тартыңдар, басқа бата берейік, бата сұрайық үлкендерден. Қанекей. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла тағаламның қасиетті айт күнгі ниет тілектеріңізді Алла қабыл еткен болсын. Алла жолында жасап жатқан қайыр ихсан садақаларыңызды Алла қабыл еткен болсын. Айттан айтқа, оразаға аман есен, көріп көзіміз түгел иманның байлығы мен деннің саулығымен Алла жеткізсін. Алла. 6 класс бітірген екен. 6 класстан 6 жігіт ортаға шақырайын. 6 жігіт ортаға шықсын. Енді жылда бар ғой, жылда отличниктер шығады ғой, бұл жол двоечниктер шықсыншы. Байғұстар, сабақ айтпайды, тос айтпайды, тілек айтпайды. Бейшара өмірден өт көтетін болды бейшара. Шықсын шана. Нашар оққан. Қарғыс алғандар шықсын шана, мұғалімдерден қарғыс алғандар, мен сияқты. Өмірі отличниктер шығады, мектепте де сабақ айтатын солар, тойда да тос айтатын солар, не білемін, өзім шықпасасы, ассаламалейкум. Мұрат очень симпатичный жігіт. Кемдер жігіттер, ассаламалейкум. Ниет қабыл болсын. Міне былтыр 84-терден кілт алған тұғын. Кілт бар ма әлі? Ана үйдің несіне беталды күйгерген жүрсің ма?
Шарбаққа ма бір қойып жүр. Ап бәрекелді. Стай тұр. Сюрприз болсын да. Енді мынау 85-тер Алла разы болсын. Мына тапқан табыстарыңнан бөліп, осы елде болып жатқан жағдайға қарап, елдегі қиналып жүрген қысыл... не болды? Двоечник таппай ақ қой. Двоечник көп ау дей ма? Мен шығам деп оны. Двоечник көп қасына. Міне двоечниктер я әртіс болады, я иман болады кен. Өзім найманым. Найманым ба шасын әділес атым. Иә, ай бәрекелді. Тәкем ойсақта жүрген су бағанын бер. Аны қараш. Көрдің ба? Жүзі нұрланып, құлшылықта ұрланып, бірақ бұрышта шықпай. Алла білсе болды деп тығылып отқаны ма? Мына 85-тер Алла разы болсын. Енді уәделерінде тұрып, сол уәдені орындап, биыл мына үлкен іс жасап жатсыздар. Құдай қаласа, осы іс жалғасын тауып үзілмесін. Енді жігіттер, бәріңіз бір қатарсыздар ғой. Анау демей, осы шеттен бастап, бір тілектеріңізді айтып, бүгінгі мерекеге, мынау Гүлекеңе, Гүлхан әпкемізге бір жақсы ниеттеріңізді білдіріп, одан кейін жаңағы үлкен істі бастайық ары қарай. Ассалаумағалейкум, ордабасылықтар. Былтырдан бастап, 84-тен бастап бір мықты шараны іске асырып, біз осы биыл 85-тер сол шараны ары қарай жалғастырып, қолымыздан келгенше барлықтары жиналып, бір жұдырықтай болып, Алланың қалауыменен осы бүгінгі керемет жақсы ізгістің жаңа не болып жатырмыз, куәсі болып жатырмыз. Ассалаумағалейкум, осы іске жиналған көпшілік қауым. Көз бақап қол бағып деген рас екен. Барлық нәрсені істеуге болады екен бір кісі. Еліміз сау болсын, аман болайық. Әрдайым еліміз осындай жақсы істер көбейе берсін. Амандықта жолығайық. Рахмет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынау пайғамбарымыз айтады, мен мақтан үшін айтып тұрған жоқпын, бірақ жәннаттың есігін бірінші болып қағатын менмін деп айтқан да. Сонда пайғамбарымыз айтады, біз ең соңғы келген үмбетпіз, бірақ жәннатқа ең бірінші болып кіретін үмбетпіз дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады ғой жаңағы, мынау жәннаттың өзі 8 есігі болады екен, бір есігінің 2 ені пайғамбарымыз айтады, атқылы адам 40 жыл жүреді. Дәу есік қой. Сол есікті барып қағып тұрсам, менімен бірге жағаласып, бір әйел адам қағып тұр екен дейді. Тұтқаға жабысып жатыр екен дейді есіктен. Сосын бұл кім екен деп танымадым дағыны періштелерден сұрадым дейді. Мынау кім деп. Сөйтсем дейді, күйеуі ерте қайтыс болып кетіп, артында қалған балаларын басқа адамдардың алдында дөменсіретпейін деп, одан кейін тұрмысқа шықпай өткен әйел дейді. Балаларын жетімсіретпейін деп, балаларының жаңағы арғы жағындағы өмірі үшін тұрмысқа шықпай өткен арлы әйел менімен бірге жәннаттың есігінің қақпасында таласып тұр екен дейді. Сондықтан Құдай қаласа әпкемізге айтарымыз, артында қалған ұрпағын Құдай қаласа осындай арлы әйел болыңыз, балаларыңызды аман есен өсіріңіз. Құран оқылған үйде өзі періштелер келеді, және жын жыбыр ол үйден кетеді деген. Сондықтан Құдай қаласа Алла тағала жаңағы бауырымыз айтқандай іші жанға толсын, иманды жанға. Алла тағала бұл үйден Құдай қаласа зекет беретіндей ұлдар, қыздар өссін. Және кезінде бір ағаларымыз біз үшін осындай бір жақсы іс жасап еді ғой, неге соны қайтармасқа деп, сондай қайтаратындай дәрежеде иншалла ол қыз шықсын. Амин. Оққаны. Жаңа Гүлеке түсінбей қалмаңыз. Осы ағаларымыз істеген істі біз қайтарайық дегенде бұл кісілерге емес. Сол өздеріңізден кейінгі сөйтіп қиналып жүргендерге біз де көмектесейік деп ат салысып, олай талай болған. Қиналып, осылай елдің көпшіліктің көмегімен өскен бір бала үлкен кәсіпкер болып, бір ауыл елді асырған. Сондай кәсіпкер жігіттер болған. Сондай үйден қиналып, жағдай қиын отбасынан шыққан сондай азаматтар болған. Құдай қаласа мынау
айтып жатқан жаңағы ағаларының сол дұғасы қабыл болсын. Елге қызмет жасайтын, дінге қызмет жасайтын азамат болсын. Ал іздеріңізді басып келе жатқан 86-ларға енді эстафетаны табыс етейік. Былтыр кім алды кітті? Сіз астыңызда бір кет, бауырыма бер. Иә. Ал, мынау. Кітті енді 86-лардан кім алып береді? 86-лардан. Бұлардан алты класс ба? 6 класс бар ма? 6 адам шықсын. Ертең сен ағансың, біз жоқпыз арада деп ше, мойнына жібермесін бір үйді. Қайсаққа кеттің масқара ғой. 6 жігіт шықсын, мойнына алатын 6 жігіт. Сол жауап берем классыма деген. Бірінші атамандар шықсын. Сөзді жауап беремін. Апасы нәрсе бұл негізі бар ғой, күліп атырмыз ғой, ертең мойнына алып кетесің. Іліп қойсат, болды ғой. Уәде бердің ба? Папал құлаты демекші ғой. Жігіттер, Алла разы болсын. Міне 85-лердің эстафетасын алыңыздар. Сөйтіп, мынау 85-лердің орнында тұрып, бір суретке түсіңіздер. Кім алады? Любой біріңіз аласыңыздар. Не жоқ, біріңіздер. Ал, ап бәрі келді. Жаман, оңай емес. Рахмет, 85-лер. Алла разы болсын. Анау, кітті алдан ұстаңдар. Қолдарын тигенше. Көрсін, түсір суретке. Желіге таратыңдар, ертең ешқайсы секірамайтын болса келді. Бір ауыз тілектеріңізді айтып, Құдай қаласа. Бәрі келді. Бәрін аттан ба? Бәрін аттан осы сөйлейді. Ассалаумағалейкум. Мынау игілік қорымен бірігіп, игі істі жасап, игі амалдармен мынау артындағы іллеріне игілік көрсетіп жатқан ағалар. Мынау Бұл да айтып жатыр ғой. Маған жаңа айтқан бір өзің шығып ала салды. Негізі Ғалеке дұрыс айтып отырсыз. Әр нәрседе қасыңда бауырларың болу керек қой. Құдай қаласа мынау кезінде осы жігіттердің біразымен арғы бет бергі бет болып төбелескеннен басқа ештеңе бітірмедік. Енді биыл Құдай қаласа арғы бет бергі бет болып сол кезде қатты жиналатын еді ғой енді. Мектептің арты стадионда. Енді Құдай қаласа мешіттерде, бір ақылдасатын жерлерде жақсы нәрсеге жолығайын. Амин. Жаңа көп жақсы нәрселер айтылып жатыр ғой. Құдай қаласа осы біздің де келесі жылға осындай үй тапсыруымыз бір үлкен салтанатты түрде өтуіне бәріміз бір кісіге атсалсайық. Құдай қаласа бәріміздің бірлігіміз ажырамасын. Кезінде төбелессек, қазір құшақтасатындай болайық. Алла Тағала бәрімізге нәсіп етсін осындай жақсы игі істерді жасауды. Ал бісміллә кетті. Фундамент құлят бүгіннен бастап. Ал 84-тер қайда? Былтыр деттер қайда, деттер? Дембілдер қайда, дембілдерден? Бір екі жігіт шықсын. Бүкіл 84-дің атынан. Жаңа бір тоңазытқыштар аппен осы жігіттер ғой. Міне, былтыр үй берді, биыл сол берген үйге тоңазытқыш беріп жатыр. Жаңа газ плита беріп жатыр. Бұлар газ жақсылап мақтасаң, машина беріп жүрмін. Бәріген, ал 84-тер. Ассалаумағалейкум. Бірінші айтып болсын. Орда ұстауынан қабыл болсын. Ал 85-тер құдайымызға жаңаптан үйлеріңіз болсын. Көп шүкір. Алла разы болсын сіздерге. Көп адам түсінбей жатсаң. Жәннаттағы үйлері құтты болсын деді. Құдай қаласа, міне жәннаттағы көрдіңіздер ма? Бұл әлемдегі үй ештеңе емес, Алланың жәннаттағы дайындаған үйі құтты болсын деп қойды. Бір қошеметтеп қойыңыздар. Көремаған адам сондай. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Қайтып берген бәрімізге құтты болсын. Енді Алланың қалауымен былтыр біз үй іздегенде осы үйге келіп тірелгенбіз негізінде. Аппараттан ешкім ашпаған. Енді Алла қалап осы тағы да биыл 85-лерге бұйырып берген. 85-лерге көп рахмет жігіттер. Алла разы болсын сендерге. Аз болса да олар көптің тірлік істеді. Мына келесі жыл 86-ларға Құдай қаласа осы үлгі болып, ары қарай игісі жалғасын таба берсін. Шаңырағыңыз құтты болсын, Құдай қаласа. Шаңырағыңыз тек ойын күлкі той болсын, Құдай қаласа. Бала шағаңыз өсіріп, сіздер осындай қызықшылыққа келіп жүре беріңіз. Алла бәріміз үстіне сауаптан жазсын жігіттер. Қазақ атам
жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған, біреудің есігінен сағалатып қаратпаған ағайын. Міне сол аталарымыздың ізін жалғаған асыл азаматтарымыз аман болсын, көп болсын Құдай қаласа. Рахмет 84-тер, рахмет. 87-88 бар ма арамызда? Қол көтеріп қойыңдар. 89-дар ма? Бұлар не ағып жүр? Сендерге 5 жыл берген. Сондай ма? Үйреніп жатыр, дұрыс. Дұрыс, үйреніп жатыр. Үйреніңдер. Жақсы нәрсені үйреніңдер. Мынау ағаларынан бұрын төбелесті үйренсіңдер, енді ауызбірлікте ынтымақты үйреніңдер. Алла разы болсын. 86-ның жігіттері қайдасыңдар неліктен айғайғасап жатпайсыңдар ынтымақтық осындайда білінеді ынтымақ деген ұғымды сақтайсыңдар Алла жазса эстафета кілтін алып, сендерді үміттерді ақтайсыңдар. Жақсы ісі осындай дәріп қылып, жұлдыздары бір кісідей жанып тұрып, 84-тер бастап еді бұл игі істі. Бәрімізге жақсылықтан мән ұқтырып, 85-тер онан кейін тізгінді алды. Оларда жіберіп қарып қылып, енді міне 86-ларға кезек келді. Сендер де жіберіңдер дамып тұрып. Келесі жылы бізде кеп тұрайық, 86-лар үй беріп жатыр ғой деп, сіздерге бағыт бұрып. Жамандықты жанымыздан қашып етсін аспанымызды қақпағалам ашық етсін осындай игі шара көптен болып мерейіміз әрқашанда тасып өтсін 86-ларға жұғыс болып осы игіз сендердікі бұдан биік асып өтсін Құдай қалап дәл осы барағайын бас осындай кеште бас қосуды бәрімізге нәсіп етсін Бұл тілектер жақсылықтың оңы болсын Тілектер жақсылықтың зоры болсын Шайнай берсен қазының да дәмі кетеді Осымен арнауының соңы болсын Күнімхан әпкемізге тілейтінім әрқашанда жорытқанда жолы болсын Кіріп жатқан қоныстой әпкетайым әрқашан жақсылыққа көгалай толы болсын Осы жылдағы игі істерге мұрындық болып жігіттерге жол нұсқап жөн нұсқап жол көрсетіп осы игі істе Алланың разылығы бар адамның да Алланың разылығы бар осындай игі істерде бірге болайық деп осы Темірлан кентін Ордабасы ауданының жігіттерін ұйыстырып ұйымдастырып жүрген игілік қайырымдылық қорының атынан Қайрекенді ортаға шақырайын. Қайрекен келіңіз. Не деген шапалақ мынау. Ассалаумағалейкум баршаңызға бүгінгі келіп жеткен ораза айт баршаңызға құтты берекелі болсын. Енді биылғы 85-терге Алла разы болсын ағаларымызға өте керемет тамаша іс көрсетті баршамызға. Міне аға болатындай, жаға болатындай іс көрсеттіңіздер. Енді осы тұста мақтанышпен айта кетейін, биылғы 85-тер Алла разы болсын мына үйді өздері ремонтын жасап, краскілеп, қолын жуып, сондай бір керемет. Әйелдерін араластырмай, еркектер өзі істеді, Құдай қаласа. Осындай жігіттерге бір қошемет болса тағы да бәрекелді.
Ал енді ағалы, мына жерде менің ғана атым аталып жатыр ғой. Десе де бұл игілік қоғамдық қоры менің қорым емес, бұл елдің қоры, бұл сіздердің қоржағыңыз. Міне біздің жанымызда осы жерде жұмыла көтеріп бірлесіп жүрген міне Мұхтар, Елжас, Диас, Мадлен, міне Еркеғали, Жами деген жігіттер бар, баршасына Олжас, Нүркен деген жігіттер. Міне біз иншалла көппіз, мыңбыз дегендей ғой, аға бауырлар. Сондықтан осындай игі істеріміз көп болсын, өздеріңіздей азаматтар аман болсын. Ең бастысы сенім білдіріп, міне біздің айтқан ұсыныстарымызды қолдап, жанымыздан табылып жатқан баршаңызға Алла разы болсын деген тілеймін. Амандықта, жақсылықта жолығайық. Баршаңызға Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум. Жақсы. Ет ойлаған жоқпын мен. Қалай сезіндіңіз? Бірінші машинадан түскенде сезім қандай болды? Басқаша сендім мен. Ет ойлаған жоқпын. Беташар деп ойладым мен бірінші. Беташарға келеді, болып отыр ма деп ойланып қалдым мен. Бірақ үй ондай ойлаған жоқпын мен. Бәріне рахмет тілеймін. Бала-шағаң аман болсын. Айттарың құтты болсын. Сол қуанышты балдар қуанатын болды ғой сендерге. Алла разы болсын деп отырмыз. Сол дейміз, қуанатын болды. Рахмет. Рахмет. Соны тіледік қой, түнмен ұйықтамай күніге. Алла разы болсын, өзімізде болсын деп күніге тілеп. Ой, енді жақсы болды. Тақаласа егеміз. Бәрін істейміз ғой, Алла бұйырса. Кеше біз үйге барғаныңызда сездіңіз бе, сезбедіңіз бе? Үйге барып жүргеніңізде. Сезген жоқпын мен, ойлаған жоқпын. Әшейін келіп түсіріп жатқан шығар деп ойладым да мен. Бірақ онда сезген жоқпын мен. Рахмет, сендер. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі игі іс-шараға жиналған ағалар, інілер, бауырлар, парталас достарым, 2002 жылғы бітірген түлектер. Былтыр 84 жылғы туылған, 2001 жылғы бітірген түлектерден осындай игі іс-шараның кілтін алып, биыл ағымдағы жылы сол игі іс-шараны бітіріп, тәмамдап жатқан жағдайымыз бар. Бүгін тапсырып, табыстап, осы игі іс-шарада атсалысқан класстастарыма, жора жолдас бауырларыма, осы жердегі 2002 жылғы бітірген жігіттерге шын жүректен алғысымды айтамын. Жаңа елде осы жерде 2001 жылғы бітірген түлектер бауырларымыз жақсы тілге тиек етіп айтып кетті. Біз 2002 жылы бітірген түлектер ең аз түлекпіз негізі. Оны тілге тиек етіп айта кету керек негізінде. Соны алған кезде біз шында да бізде үрей кішкене қорқыныш болды. Уайымдадық, біз қалай болады? Осы игі істі аяғына дейін жеткізе аламыз ба дегенде, Алланың қалауымен, Аллаға шүкір, мыңда бір шүкір. Осы бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, бірігіп, осы бір игі іс-шараны бітірдік, Алла қаласа. Бітіре тұра, өзімізден кейінгі бауырларымызға табыстадық. Енді сол жігіттерге де біздің жиналған жеңілдігімізді сол жігіттерге жұғысты қылсын. Құдай қаласа, одан кейінгі інілерімізге де осы игі іс-шара жұғысты болып, өзінің жалғасын таба берсін. Барлық жігіттерге, игілік қорының азаматтарына осы жерде жақсы игі іске атсалысып жатқан барлықтарыңызға мың алғыс. Өз еліміз, өзіміздің жеріміз кіндік тамған ауылымыз Темірлан елді мекені гүлдене берсін. Әрбір елде, әрбір жерімізде жаңа жігіттер айтып кетті, жесірі мен жетімі болмасын. Барлық қазақ баспаналы болуға лайықты. Барлығымыз соған атсалыссақ, бәрі болады. Жақсылық Үшкембіргі ағамыз, марқұм ағамыз айтып кетті ғой. Әр ауылдан бір азамат атсалысса, кәсіпкер азамат атсалысса, оның қасына желеу болатын інілер табылады.
бір басталса оның аяғына жететініміз кәміл. Құдай қаласа әр ауылдан сондай азаматтар шыға берсін. Жалпы барлықтарыңызға рахмет.